Қадыр Мырза Әлі 1935 жылы Батыс Қазақстан облысында туған. 1958 жылы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін бітірген. Балдырған жұлдыз журналдарында, жазушы балауса баспаларында, Қазақстан жазушылар одағында қызметтер атқарған. Көктем, ой арманы, дала дидары, домбыра, қорамсақ, көш, көкпар сияқты 40-қа тарта поэзиялық жинақтардың, балаларға арналған топтамалар мен әдеби сын кітаптардың авторы. Ондаған кітаптары шет тілдеріне аударылған. Қазақстан Республикасы әнұраны авторларының бірі. Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері. Отбасылы, 3 ұлы, немерелері бар. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Бүгін шынның жүзінде Қазақстанның халық жазушысы ақын Қадыр Мырза Әлі. Қадыр аға, қош келдіңіз. Қадыр аға, мынау сіздер әдебиет өкілдерінің қоғамда, билікте беделі өте зор кезеңді бастан өткердіңіздер. Сәбит Мұқанов сияқты, Мұхтар Әуезов, Мүсірепов сияқты аузы дуалы алыптардың маңайында жүрген кездеріңізде болды. Жалпы қазіргі заманда осындай бір аузы дуалылықтың, сөзінің билікке де қоғамға да өтімді болуының жоқтығы, азайып кетуі не себептен? Енді оған бірден жауап беру қиында шығар, бірақ мына белгілі қоғамда, қай қоғамда болса да, әсіресе біздер өмір сүрген өткені советтік дәуірде жазушылардың қадірі үлкен болғаны рас. Мысалы, Сталиннің өзі Пастернакпенен, Булгаковтарменен кейінде телефондасып тұрған. Және ұлт республикаларында да жазушылардың қадір құрметінің биіктігін мен өзім көрдім. Мысалы, бір рет Түркменстанға ең алғаш рет осы Қазақстанның бір мәдениеті мен әдебиетінің 10 күндік өткенде Берді Кербабаев, олардың ақсақалы, орысша айтқанда корифей, сол мынау ненің самолеттің, ұшақтың расписаниесі өте қатал болады ғой. Соны өзі 2 сағат тоқтатып қойғанын біледі. Бүкіл жауапкершілікті бет аламын деп. Енді оның қандай жағдайда болғанын білмеймін. Мысалы, Лениннің өзі Демьян Бедниймен дос болған. Бірден-бір орыстың жазушы, бірден-бір орыстың ақыны Кремльде тұрған сол Демьян Бедний. Ол екеуі революциядан бұрын Искра газетінде бір істеген. Содан соны өзінің қасына алып, Демьян Беднийді атақ ол кезде жер жарған. Көрдің, содан кейін кісін білмеймін. Ал енді Хрущев үкіметтің басына келгенде 1-2 айдан кейін барып Донның бойында тұратын Шолоховтың станицасына барып сәлем берді. Осындай жайлар болған рас. Оның үстіне Совет үкіметі әр республикада 1-2 адамды құрағанда осындай беделді адамдарға арқа сүйеді. Мысалы, Тәжікстанда ең алдымен Совет орнағаннан кейін Садриддин Айни дейтін жазушысы болды. Соны өзі орысша да білмеген, өмір бақи орысша үйренбей кеткен адам, өзбекше білген, тәжікше білген адам фарсша да біледі. Соны өздерінің ғылым академиясының президенті қылып сайлады. Олардың айтқанын республикасы жерге тастаған жоқ. Садриддин Айни қайтыс болғаннан кейін бұлар Мырза Тұрсынзаданы тауып алды. Мырза Тұрсынзада да сол жерде әдебиетті айтқан алғыс, қарғыс сондай жағдайларда болды. Яғни саясатқа қажет болды ма ондай адамдар? Қажет болды. Мен соны айтайын деп отырмын. Ол өте қажет болды. Өйткені арқа сүйеу жалпы совет үкіметі бұл идеологиялық үкімет болады. Негізінен саясат, барлық жерде саясат жүріп отыр алдымен. Содан кейін енді біздің мысалы Қазақстанда алатын болсақ, Сәбит Мұқанов бұл енді бірнеше жылдар жазушылар одағының төрағасы болды. Орталық партия комитетінің мүшесі болды. Ғабит Мүсірепов те солай болды. Ғабиден Мұстафин де солай болды. Мына бүкіл шығармашылық одақтардың ішінде жазушылар одағы бірінші орында тұрады. Оның төрағасы, я болмаса сөйлеуші тілмен айтқанда қатысшысы, жоғарғы кеңестің депутаты болады Москвада. Ең соңғы рет жоғарғы кеңестің депутаты болған Олжас. Содан кейін Жуан болды. Оның алдында Әди Шарипов болды. Әди Шарипов жай депутат болған жоқ. Ол жоғарғы советтегі президиум мүшесіне шейін сайланды. Ал осы мына қоғамға, жаңағы халыққа қаншалықты пайда берді? Қаншалықты зияны бір жағымсыз әсері болды? Енді біріншіден Совет үкіметінің қанша айтқанменен жақсы саясаттың бір ғой деп ойлаймын сол кездегі. Өйткені олар өздері сол жерде өкілі болып отырды. Аз ұлттың өкілі болып отырды, соның жоғын жоқтайтын.
екіншіден өздері қызмет еткен өнердің өкілі болып отырды. Бұл үлкен шаруа. Мысалы бюджет бекиді, мәдениетке бөлетін ақша алдымен қысқарады. Солда кім айқайлайды алдымен? Сол жерде отырған жазушыларды сайланған депутаттар айқайлап дауыс етеді. Соның талап етеді соның бергендігін. Енді бір ғаламатын айтайын осындайға байланысты. Осыған арқасы үйіп кеткен жазушылар да болды. Осыны пайдаланған жазушылар болды. Сосын өмірі халықтың мүддесін, ұлтының мүддесін сатпай кеткенде жазушылар болды. Сіз өзіңізде жаңа ақсақалдық жасқа жетіп отырған адамсыз. Жаңағындай қоғамдағы биліктегі бедел деген нәрсе сізді қызықтыра ма? Сөзіңіздің өтімді болуын армандайсыз ба? Мен ешқашан да қызыққан жоқпын, егер сенсеңіздер. Мен сендерге айтайын, мен өмір депутат болсам деп армандаған да жоқ. Тіпті ойыма келген жоқ. Адам болғасын адамда бір арман болады ғой. Мен өмір көп, мысалы 16 том шығарам дегенде арманым болған жоқ. Мен ойлайтым кішкентай кезімде, жас кезімде, жаңа жазып жүрген кезде. Мен өзім өмірімнің соңғы кезде бір 2 том таңдамалы сияқты бірдеңем шығарсам, соған риза болар едім дейтім. Мен болашағымды қайдан білемін? Мен аяқ астынан мысалы депутат болдым. 9 жыл отырдым. Бірінші Совет үкіметінің кезіндегі парламентте мен президент мүшесі болдым. Мен ондарға армандаған жоқпын. Жалпы мені бір Құдай сақтады деуге болады. Бұл адам қызығатын шаруа емес. Ал қазіргі заманда осы әдебиет өкілдерінің беделі, жаңағындай бір өтімділігі деген нәрсе. Ал енді әрине кімге байланысты, неге байланысты? Ол кімге байланысты болғанда мен білем өзімнің мына әріптестерімнің ішінде осы күнге шейін депутат болғысы келетін, мысалы президенттің аппаратына жақын болғысы келетін адамдар жоқ емес, бар. Депутат болған бірнеше адамдар да бар. Мысалы мен оны дұрыс мағынада түсінетін болсақ, мысалы Шераған осыны депутат болды, бірақ сол өте қатты қиналды. Шерхан Мұртаза. Шераған өзі түбінде мен осы жерден кетем деп жүрді. Ақырында өз еркімен ол кетті. Бірақ 2-3 рет сайланды, көрді. Басқа адамдардың да қызығатындары бар, неге қызықпасын? Ал енді Қадыр аға, мынау қазіргі заманда бір сапырылысқан мүдделер, тартыстар, бір саяси мүдделер, осылардың ортасында бір ақын адам өзін қалай ұстау керек? Содан кейін өстіп тартысқан жақ болып тартысқан жағдайда, мысалы сіз тәрізді сөз өтімді, халыққа танымал ақындарды, жазушыларды, жалпы зиялы қауымның осындай бір белгілі өкілдерін бір пайдаланып қалғысы келетіндей мінездер бар ма? Ол партияларда бар. Мысалы мен енді қазір қай партия екенін айтпай-ақ қояйын. Менің өзіме солай 2-3 рет емексітіп ұсыныс жасаған партиялар болды. Жалпы ақын қалай ұстау керек осындай жағдайда? Сен соны қазір айтып отырғаным сол. Мен мысалы қандай қорытындыға келдім? Мен егер бір партияға өтетін болсам, ол не деген сөз? Ол мені екінші партияны жоққа шығарды деген сөз. Ол партиялардың қалай болғанда да әрқайсысы мен халық үшін жұмыс істеп отырмын деп ойлайды. Ақ Жол партиясына мен мысалы оң көзіммен қарадым. Шынын айтқанда. Ауыл партиясы ашылған кезде мен ауыл партиясына оң көзіммен қарадым. Ал бірақ енді оған кіру деген не сөз? Жалпы қазақтың ұғымында партия деген партия болып деген сөз жік болып деген мағына береді. Абайдың өлеңінде бар. Өзің оқыған болсаң бала кезінде білесің. Сондықтан одан аулақ болған дұрыс деп есептеймін. Енді халықтың мүддесін қорғаған адам бір партияның мүддесін қорғау ол қайшылық. Өзінен өз шығатын қайшылық қой. Енді оған несіне қызығады? Жалпы жазушы, жалпы өнердің адамы ол ең бірінші орынға, ең жоғарғы орынға, ең киелі орынға өзінің өнерін қою керек. Одан биік нәрсе мен өзім жоқ деп есептеймін. Сонда ғана саған өнер қызмет етеді. Ал өнерді сатқан адамдардың талай таланттар болған тарихта. Оларды өнер кешірген жоқ. Өнердің киесі болады дейсіз. Өнердің киесі болады. Ал енді Қадыр аға, сіз мынау көп оқыған адамсыз. Көп ақпараттарды жинайсыз. Соңғы жылдардың өзінде ғана сіз жаңа иірім, жазмыш деген эсселер циклын жаздыңыз. Үлкен кітап қылып шығардыңыз. Енді осындай дүниелерді бұлай адам көп жинау, өстіп кітап етіп жазу. Енді әртүрлі болады айналайын. Қандай мақсаттан туындады? Мен саған айтайын. Мен осыларды жинайын деп те жинаған жоқпын, және жазам деп те ойлаған жоқпын.
жазмыштан бастайық. Жазмышты мен өзім мына неше түрлі қилы кітаптар оқимын. Алғашқы кезекте көркем кітаптар оқып жүрдім. Негізінен поэзияны оқыдым, артынан прозаны оқыдым. Прозалардың мен кәдімгі толық үлкен классиктердің толық 10-15 томдарында түгелдей оқып шыққан кездерім болды. Артынан мен әдебиетті өзің үшін әлпі қазақша айтқанда соның ас үйін, асханасын біліп алғаннан кейін мені басқа дүниелер қызықтырды. Өмірбаян. Иә, жоқ ол өмірбаяндық және мынау күнделіктер, естеліктер. Мен осыларды көп оқыдым. Сосын оларды оқығанда бір қызық, сол көрген адам, куә болған адам болмаса, басқа адам жаза алмайтын бір штрихтар, детальдер деген болады. Мен солардың бәрін карандашпен, мен өзім кітапханам бар, солардың бәрін карандашпен сызып қоямын. Кітаптың бетін. Өзім оны мен ұмытпаймын және. Өзіме бір мақалаға андамында керек болғанда соны іздейді, бірден тауып аламын. Сөйтіп бір мақалалар жазып жүргенде осы естеліктерді қайта-қайта қарадым. Ішінде керемет нәрселер бар екен. Содан бір күн ойладым, мен бір демалыс кезімде адам үнемі шығарма жазбайды ғой. Солардың бәрін алдымда картотекаға, мынандай қағазға, міне осындай 4 бұрышты қағазға жаздым. Көп болды, мынандай биік болды мына. Тек жаңағы детальдар. Тек детальдердің өзі сол. Біреулердің бір айтқан пікірлері, жаңағы детальдер, және детальдер деген өте қызық. Қазір айтсақ, оның өзіне бір әңгіме керек. Сосын орда әптен жазып болғаннан кейін мен соларды әлгі жүйеледім. Мынау бір тақырыптарда, мысалы, мынау бір тақырыптарда, мынау бір тақырыптарда. Сөйтіп кенде бір 10-15 тақырып шықты, өзінен өзі қарап отырсам кітап. Өзінен өзі кітап. Жазмыш дегенде мен содан алдым. Бір адамның басындағы жазса, екінші адамның басында қайталаспайды. Мысалы, Полонский деген орыстың ақыны болған. Керемет ұмытшақ болған. Сұмдық ұмытшақ болған. Сонан да Александр Патша шақырып, бәргілермен өзі поэзиясын жақсы көрген Полонскийдің. Сонымен 4-5 ақын тұрған, соның алдынан өтіп, әрқайсысын қолын беріп, аралармен танысқан ғой. Сонда Полонский өзінің фамилиясын ұмытып қалып айта алмаған. Жандағы адам айтқан. Оның ұмытшақтығын анекдот қайдалдырып жүрген достары. Ол өзі ұмытшақ болғандығы соншалық, бір күні дейді, енді жолда бұл болмаған оқиға болар, бірақ достары қалжың деген кейде шындықтан да мықты болады. Ол ана ұмытшақтығының арқасында бір күн төсекке жатуға барғанда таяғын сүйеніп барған ғой. Сосын төсекке таяғын ұзындан қойып, өзі таяқтың орнында барып тұрған дейді. Бұл енді былай қарағанда анекдот қой. Анекдот. Бірақ ал керемет детальдер емес осы адамның мысал. Я болмаса Уитберг деген ағылшын енді Американың ақыны болған. Бұл жалқау болғанда сұмдық жалқау болған. Ана Атлант мұхитының жағасында жатып, күнге қызынып демалады екен. Сонда бір мерзімдер болады, маса қаптап кетеді. Өзеннің, көлдің, судың, теңіздің жағасында масалар болады. Сол масалар тұла бойын қаптап, шағып жатқанда қып-қызыл болып, соны ұрып өлтіруге ерінеді екен. Ал осы детальдер қызық емес пе? Сол ана жазушының характерін ашуға керек. Осылардың бәрі мені қызықтырды да, мен отырдым да жаздым. Ал енді иірімді де мен жазам деп ойлаған жоқ. Жазмышты да жазам деп ойлаған жоқпын. Бірақ иірімнің жазмыш шыққаннан кейін, шыға бастағаннан бастап оқыған адамдардың жалпы көп адам оқыды. Бұл енді жұрт қалай түсінетінін білмеймін. Пойызға мінсем де оқып жатырмыз деп бастайды танысқан адамдар. Бір командировка болса оқып жатырмыз дейді. Өзінен өзі түсінікті. Нені оқып жатқаны. Содан кейін анда-санда жұрттардың өтіш сияқты қолқасы болды. Қадеке, мынау кітабыңыз жақсы екен. Осының ішіндегі мысалдарыңыздың бәрі шетелдік жазушылар, шетелдік ақындары. Не өзімізді пайдаланбайсыз деп. Мен оны білдім. Бізде де материалдар жоқ емес болды. Бірақ мен оған дәтім шыдамады. Мысалы, Маскүнемде ешбір халыққа өзі орын бермейді. Әркімнің өзінің Құдайға шүкір ішкіштері бар. Мен білем, өзім көзіммен көрген адамдарым бар. Бірақ олардың семьялары бар, әйелдері бар, бала-шағасы бар. Сосын кейін мен алдым да оған мысалды Сәбит Мұқановтың есеу жылдардан Иса Байзақов туралы жерін алдым сол күйінде. Кәдімгі Сәбит Мұқановтың кітабында осылай жазылған деп көрсетіп сөйтіп алдым. Соның өзінде арттан 1-2 жылдан кейін мені бұл газетке шығып кеткен. 1-2 жылдан кейін өзі кімнің 100 жылдығы өтті, Иса Байзақов. Соған елден маған керекуден хат келді. Қадеке, соны енді осындай кездерде соны керегі қанша еді деген. Көрдің бе? Бұл бір жағы. Екінші жағы, ала алмаған жағдайым. Шынында да алғым келсе де ала алмадым, өйткені күнделік мәселесі қазақта бұл дәстүрге айдалмаған. Жазушыларда, Сәбит Мұқановта күнделік жоқ. Әуезовте күнделік жоқ. Ғабиденде күнделік жоқ.
Енді кейін өлгендердің қайсында күнделік қалғандарын мен білмеймін. Бірақ неге екенін мен осыны ойладым. Өйткені бұлардың көбі 37 жылдар өмір сүрген. Күнделікке бірдеңе жазуға дәті шыдамаған. Оның бәрі тексерілген. Оны тіпті өзің туралы емес, біреуді мен бүгін бәленшемен отырып қонақта болдым десең де, ананың үстіне мәселе көтерілгенде, сен не онымен бірге кетесің, немесе ол сенімен бірге кетеді. Сондықтан бұлар күнделіктен қашқан. Саналы түрде қашқан. Саналы түрде қашқан. Сондықтан мен бұл жағынан былай жоқшылық көрдім. Кедейшілік көрдім. Ал енді сіз жаңа осы біздің өз замандастарыңыз туралы, жаңа өзіңіздің осы қазақ ақын жазушылары туралы жазған кезде өзіңіздің көзіңізбен көрген дүниелерді де мысалы жаздыңыз. Жаңа хатқа түскен, тасқа басылған дүниесіз, былай көзбен көргеніңізді де жаздыңыз. Естігеніңізді де жазған шығарсыз. Онда бол. Бірақ осындай жағдайда сіз қаншалықты әділетті бола алдыңыз? Қалай ойлайсыз? Ол өзі мақсатты қоюға байланысты. Қоюға байланысты. Жалпы мен осының ішінде тек көргенімді жазам, білгенімді жазам, және әділін жазам деп ойладым. Және солай жаздым деп ойлаймын. Солай жаздым. Мен оған имандай шыным. Ал сіз өзіңізді сол жерде қалай көрсеттіңіз? Енді оның ішінде араласып жүрген бір ақын, ол Қадыр Мырза-әлі. Мен мысалы көлеңкеде қалуға тырысамын. Бір мәселелерде. Енді бір мәселеде мен мысалы тура соның куәсі болса, мен одан қайдан қашамын? Жоқ, сіз өзіңізді ол жерде бір кіршіксіз қылып жіберген жоқсыз ба? Енді мен олай деп айта алмаймын. Мен мысалы жұртпен қай жерде кіммен қалай ішкенімді, қалай мас болғанымды жаздым ба? Сен оқыдың ба? Оқыдың. Я болмаса бізде бір үлкен бастықтың үстінен арыз жаздық. Мен сол қойырда қоймай, миғанда соған қол қойдырды. Сол жаздым ба? Жаздым. Ал енді одан артық не керек? Ішкеніңді жазсаң, арыздың үстінен. Оны мен мақтанып жазып отқан жоқпын. Мен өзім ортам қандай болса, мен де соның жемісімін. Ал сіз өзіңіздің бір жасаған бір осалдықтарыңызды, опасыздықтарыңызды демей қояйын. Жасырып қалған кезіңіз болды ма сол кітапта? Ондайды енді шығарманың өзінің логикасы болады. Өзі бірінен кейін бірі дамып отырады. Содан кейін мотивировка деген бар. Оны ұғындыру, түсіндіру керек. Жазуға батпаған тақырып жағдайлар болды ма? Ондайлар менің жанымда, шынымда айтайын болған жоқ. Мен өзім өмір бақи қадағалап келе жатқан адам. Сен соған түсінесің бе? Сенесің бе сен соған? Мен даже өлеңім бар. Өмір бойы қадағалау мүмкін бе адам өзіне? Неге мүмкін болмасын? Неге мүмкін болмасын? Әбден мүмкін. Адам осал, адам осал екен рас. Бұл әркімнің өзінің мінезіне, табиғатына. Мен өз жартылай жетім өскен адаммын. Бізге жетім адам өте сақ болады. Өте абай болады. Бала кезімізде жоқтықтан көршілерді менен сүт сұрауға жіберетін мені. Сонда қолымда тостақанмен барамын. Сонда мен жұрттың алдымен үйдің иесімен сол үйдің әйелдің көзіне қараймын. Жақсы қабылдай ма? Ойбай айналайын келе ғой деп шай ішіп отқанда жоғары шық десе, онда бір бөлек. Саған бір түрлі тыжырына қарап кіргеніңе мән бермесе, онда мен ұстап келген тостақанымды бүйтіп алдыма бұрып алып шығып кететінмін. Осының бәрі тәрбие. Мен әдебиетті кейін үйрендім ғой. Жалпы жұрттың бәрі айтады, өзі оқудың басы біреу әліппе, біреу арифметика деп есептеймін. Мен әліппені мен адамның қас-қабағынан үйрендім. Содан кейін біздің кезімізде тәрбие бөлектеу болатын. Қазір балдарды тез бұзылады, өйткені балдарды көше. Қыздарды менің бір мәтелім бар өзімнің. Қыздары шешесі тәрбиелемейді, көше тәрбиелейді. Баланы дала тәрбиелемейді, дала тәрбиелейді дейді. Мен өзімнің афоризммен. Жақсы болсын, жаман болсын. Сонда біздерде мысалы соғыс кезінде, соғыс басталған жылы мен мектепке бардым. Сонда батыс Германия, батыс Украинадан мал айдап келді, батыс Қазақстанға. Шаршаған, жүдеген, неше ай жүріп қайтты олар. Анау батыс Украинадан жайыққа шейін айдап келді малдарды. Малдарды, қой айдап келді. Сол қойлар біздің кәдімгі ауданның поселкінің әрбір ауда ашып тұрған аулаға, қораға кіріп, сайға, салаға апандарда жүрді. Сол кезде халықтың тұрмысы онша мықты болған жоқ. Сонда бір несін, ылағын, бір қозысын сойып алған жоқ. Егер біз үйге бір таяқ алып келсек, бір әдемілеу таяқ, бір қамшы алып келсек, сұрайтын. Мынаны қайдан алдың дейді. Кім берді саған дейді. Содан кейін осылай тауып алдым десең, қай жерден тауып алдың? Анау жол бойында. Жолдың бойында қалай жатыр екен? Ұзынынан жатыр ма екен? Көлдерің жатыр ма екен деп сұрайды. Көлдерің жатса, қазақтың дәстүрінде алуға болмайды.
ұзыннан жатса саған қақың бар. Біз сондай тәрбие көрген адамбыз. Бұны енді қазіргі жастардың оны ұқпауы да мүмкін. Ал сол кездегі тәрбиенің мықтылығы діннен де кірген, қарықтық ұлттық дәстүрден де кірген. Көшеден кез келген адам бір нәрсені білдіріп баратсаң, кез келген қазақ ауылдың адам ұстап алып сені ұрсатын. Мынауың не деп. А қазір ұрсып көрші бір жерге. Сені қандай қақың бар дейді. Бұл заманның өзі салты бөлек. Ал енді жаңа сол ерімде жазмышта жазған бір тоқталып өткен бір тақырыбыңыз ол атаққа байланысты еді. Мына шығармашылық адамы, өнер жасап жүрмін деген адам өзінің атының тарихта қалуын аңсаса керек. Жаңа сіз айттыңыз, өмір бақи өзімді қадағалап келе жатқан адаммын деп. Ал сіз бұл атақты болуды армандадыңыз ба? Осындай сөздің бір этикаға байланысты, жеке тәрбиеңе байланысты жағы болады. Мына өзің туралы айтудың мен қиындығын саған кешеде айтқан. Оны екінің бірі сене бермейді. Бірақ мен өзімнің не істеп не қойғанымды жақсы білемін. Мен өзімнің өздерінің алдында, өзімнің иманымның алдында жауап бере аламын. Егер сенсең, мен атақ деп ойлаған жоқпын. Сенсең, мен ақшамды ойлаған жоқпын. Менің мақсатым әдебиет жасау болды. Жақсы жазу, көп жазу болды. Оны мойындаймын. Енді мен жақсы жазсам, көп жазсам, оны кез келген жерге басатын болса, көбірек басылатын болса, ол өзінен өзі маған ақша болып келді. Ол маған абырой болып келді. Өзі атақ болып келді. Мен оны атақ ретінде қойған жоқпын. Мен оны жұмыс ретінде қойдым. Мен оны еңбек ретінде қойдым. Сіз одан бас тарттыңыз ба өзіңіз? Мен олай болады деп ойлаған жоқпын. Маған бас тартса келген нәрседе бас тартқан ештеңем де жоқ. Мен лауреат болдым, мен бас тартқан жоқпын. Депутаттық түсінді, мен бас тартқан жоқпын. Бірақ мен олардың соңына да түскен жоқпын. Ал соңына түсетін атақты, жалпы өнерді тек қана атақ үшін істейтін адамдар да бар. Мен оларды да білемін. Мен даже бір-екі інімді ренжітіп алғаным бар. Ал атақ үшін деп шынымен мақсатты түрде армандап, бірақ жақсы шығарма жазған адамдар да бар ғой. Болуы мүмкін, неге болмасын. Ол өйткені атаққа деген ұмтылудың өзі де сені алға жетектейді. Ал Қадыр аға, сіз ана жылы бір аш-жалаңаш ақындар деген мақала жаздыңыз. Жаңағы циклдың ішіне кіретін бір эссе. Осы мақалаңыздың ішінде сіз бір ғана костюмім бар дегенде бір сөздеріңіз бар еді. Сол сөз неге жаздыңыз? Жоқ, сол кезде өзі жалпы мен тек қана енді міне тағы да осылай түсінетін жері мен айтып отырмын. Бұл мен туралы ғана емес қой. Мен өзімді де қосып айтып отыруға тиіспін. Мен лирический кейіпкермін, лирикалық кейіпкермін. Ол кезде егер сенсең, сол алғашқы осы қожырау заманында менің пенсиям не пәтерге, не тамаққа жетпейді. Әйелім жұмыс істемейді. Сіз көп кітап шығарған адамсыз. Ал ол көп кітаптың көп ақшасын үкімет кассадан бермей қойды. Оны білмейсің бе сен? Білемін. Білсең, сол бір тиын бермей қойды. Мен үй салғым келгенде содан 20 мың ала алмадым. А менде 5-6 не болды, книжка болды. Сосын Совет үкіметінің кезінде мынандай да жағдай болды. Ақшаң бар, менде мысалы бар, алатын дүние жоқ. Бәрі дефицит. Бір машинаң болса, оны әрең аласың. Мысалы, Волганы алу үшін министрлер кеңесінің қаулысы керек. Министрлер кеңесінің Волганы алу үшін. Мен оны бір рет алдым. Жазушылар одағы арқылы өшек кезекке тұрып, менің кезегім келгенде мен оны алдым. Екінші машинаны алуға қақым жоқ. Ақшаң 1000 жерден көп болса да. Мен сол кезде ұялғым келді. Мен үйде осы қаланың сыртына шығып талай рет үйіздедім. Менің бір арманым қаланың сыртынан бір тыныш жерден үй алу. Ал енді оны ақшам бар, тағы да ала алмадым. Неге? Өйткені сен үйім жоқ, тұрған пәтерім жоқ деген справка апару керек. Әрине оны тыңдамаған, оны айналып өткен інісіне, ағасына, туған туысқандарына алып беріп алған кісілер болды. Мен оны істей алмадым. Неге істей алмадыңыз? Істей алмадым. Мен өйткені заңсыз, осының бәрі заңсыз. Ал жаңағы костюмге қайтын оралайық. Костюмге болғанда бұл рас сода тозды. Дүние тозды. Көп енді бірер костюм киіп жүрген адам ғой, тозды. Жоқ, ол бір аяушылық ояту үшін жазған сөз емес пе? Ол аяушылық емес. Сол мақаланы түгелдей қайтап шықсаң, онда акцент жоқ. Акцент жоқ. Мен оны жаңа сондай жақсы адамдардың барлығын білдіру үшін де детальға керек болды. Мысалы, сол кезде Қайнар баспасының директоры
өзі заман сондай болып кетті ғой дейсіз. заман сондай болды. Сол кезде мен 60-қа толдым, сол маған костюм сыйлады. Соны біреудің бергенін айту үшін мен сол кезде костюмнің жоқ кезінде соны айттым. Ол қиын жағдай болды. Ол кезде мен сол кезде кім асырады мені, білесің бе? Мені Ұлан газеті менен Балдырған асырады. Өйткені басқа газеттер қаламақы төлеп еді. Үкімет мына екі балаға деген арналған баспасөзге қаламақы беріп тұрды. Мен атам замандан балдарға жазып берген адаммын. Ал енді Қадыр аға, мынау біз бәріміз өзімізді бір әділетсіздіктің құрбаны сезінгенді жақсы көреміз. Жалпы осы бір қалам арқылы, жазу арқылы, былайша айтқанда, өзінің біреуден шеккен қиянатын жазу дегенге қалай қарайсыз? Енді ол адам тәрбиесіне де байланысты, жаңа айтып отырмын ғой, өзіне байланысты. Мен өзім бәлендей қиянат шектім деп айта алмаймын. Мені кішкене айналып өткен кездер болды. Сіз жаңа айтыңыз, жетім өстім. Мен мысалы неге мемлекеттік сыйлыққа 2 рет ұсынылдым. 3-ші ретте мен әрең алдым. Енді қазір осыны айтатын болсаң, талай адам маған ренжиді. Мен ұсынылғанда менің Жерұйық деген кітабым ұсынылды. Соған менің үлкен кәдімгі менің жақсы көретін адамдарым менің кітабымның жақсы екенін мойындай отырып, бірақ ана басқа 3 адам ұсындық мысалы. Мен айтпай қояйын. Сонда ішінде бірінші дауыс бергенде де мен 2-ның 1 болып өткенмін. Екінші дауыс бергенде де мен 2-ның 1 болып өткенмін. Сосын үшіншіде амалсыз отырған енді Қадыр былтыр ғана қалды ғой, осы жақында ғана алды комсомол сыйлығын. Оны келер жылда қалдырайық деген. Сондайға шейін барған. Бұл былай принципінде қиянат. Бірақ сол қиянат жасаған ағамның өзі келер жыл басқа адамдар тағы ұсынылып, мен тағы ұсынылдым. Сонда айтыпты, мен былтыр Қадырға онсыз да қиянат жасадым. Мен биылғы даусымды Қадырға беремін. Бұл да жақсылық адамның. Әйтеуір өзінің кемшілігін түсіну. Ал сіздің бұлай өмір жолыңызға артыңызға қараған кезде сіз өзіңіз бір көрген қиянаттарды көп еске аласыз ба, әлде жақсылықтарды көп еске аласыз ба? Қолдан келсе біреуді еске алмауға тырысу керек. Жақсылықты ұмытуға болмайды. Өте көп жазған адамсыз. Өзіңіз айтасыз ғой, жаңа 12 томдыққа сыймай қалды шығармаларым деп сол жазғандарыңыз. 4 том қосымша шығып жатыр қазір. Сол былай қарағанда енді сол көп ұзақ шығармашылық ғұмыр кештіңіз. Шығармашылық ғұмырыңызды айтамын. Жазған дүниелеріңіз де әжептәуір. Енді солардың ішінен өзіңіз бір артыңызға қарап отырып, бір түгел бір кезеңді болмаса да, жекелеген бір шығармаларды бір шығарып тастайтын, осыны бекер жазылды дейтін дүниелер бола ма? Бас тартатындай шығармалар. Болуы ғажап емес. Бірақ мен мына 12 том шыққан кезде, бірақ 16 том болады енді. Мен осыларды шығармалар жинағы деп атаған жоқпын. Мен бұлар таңдамалылар деп атадым. Сондықтан мен жеке осы шығарма күйінде өзінің атымен, мысалы Жерұйық, Дала дидары, Ой орман деген кітаптар, солай ғой. Мен олардан алып қалған кітабым жоқ. Оны мен басында дайындағанда өзім шын жүрегімнен жазған, қиналып жазған шығармалар. Бірақ солардан мысалы Ақ-отау деген кітабымды мен мысалы үшін айтып отырмын. Соның мен 3-тен 1-ін кесіп тастадым. Әр кітаптан өлең ретінде қысқарттым. Кітапты қысқартқан жоқ. Жекелеген өлеңдер. Қандай өлеңдер қысқарттыңыз? Енді ол әртүрлі әр кезеңдерде. Содан кейін социализмді мадақтаған шығармалар ма? Социализмге де онша бұландай жағдай болды. Мына тыңның 25 жылдығы тойланды. Тыңның 30 жылдығы тойланды. Жазушыларды шақырып алып тұрып, осы тың туралы жазыңдар. Сізбен бүгін шартқа отырамыз. 25%-ыңызды төлейміз дегенде мен жазған жоқпын тың туралы. Өйткені менің жүрегіме қонбайды. Тың ол жалпы республикаға ғана емес, Советтер одағына да пайда келген нәрсе емес. Ол империализмнің саясаты, отаршылдықтың саясатынан шыққан дүние. Ол қазақтарға, басқа халықты Қазақстанға төгу керек болды. Оны дұрыстап түсінген адам солай деп ұғады. Бірақ соны біле тұра жазған, ақша алған, тіпті сыйлыққа да ұсынылған адамдар болды. Мен мысалы Ленин туралы жаздым. Ленин туралы Данышпан деген поэма жаздым. Жас кезімде жаздым. Лениннің 100 жылдығына деп жаздым. Одан бас тартпайсыз қазір, иә? Мен одан бас тартпаймын. Бірақ мен сөйте тұра бас тартпасам да, сол кітапты мен осы 16 тома кіргізген жоқ. Неге? Неге? Мен күдігім бар. Мен өзім шын көңілден жаздым. Әлі жақсы көремін ол кітабымды.
енді мына заман қандай күдігіңіз бар? күдік болғанда енді ол жалпы мен Ленинді өте жақсы көремін. Әлі де жақсы. Әлі де жақсы көремін. Мысалы Ленинді жақсы көретін себебім Ленин өлгенше ұлт саясаты барынша дұрыс жүрді. Ленин өлгеннен кейін Совет үкіметінде ұлт саясаты бұзылды. Егер Ленин қазір болатын болса, мен өз сөзім жауап бере аламын. Ленин болатын болса, Чечняны баяғыда босатып жіберген болар. Ленин Финляндияны босатып жіберді. Оны орыстар жақсы көрген жоқ, орыстың шовинистері. Бірақ босатты. Ол ана Брест бітімінде ана батыс Украинаны берді. Өйткені Ленин мына шегіне білетін адам еді. Басқа ұлттың мұңын жоқтай білетін адам еді. Сталин ана ұлттық саясаттың көбін бұзды. Бұл еңнен біз 50-ші жылдары бұл Сталин Ленин тіл жөнінде кітапша. Мен өзі философия оқыған адам. Соны өттік біздер. Сталиннің араласатын кітап емес ол. Ол саяси кітап. Әйтпесе мыңдаған болмағанмен әйтіп ондаған керемет филологтар бар ғой, тілшілер бар ғой. Соларды бұл кітапты жазды. Ондағы мынандай деген сөз бар. Тілдер өзінен өзі көп тіл жоғалады. Бір тіл ғана қалады. Сонда оның ұстап отқаны Советтер одағында орыс тілі қалады. Сталин өлді, Хрущев келді, келген бойда ұлттық тілдерге шабуыл жасады. Жалпы Совет үкіметінің түбіне жеткен идеология, экономика емес. Сол өзінің идеологиясы өзінде көрғазды. Өзін-өзі жұттың дейсіз ол. Өйткені республикалардың бұлар бәрін ренжітті. Украина деген 50 миллион халқы бар. Қазір ол теріс айналып кетті Россиядан. Әрине, ол тастап кетпейді Россияда. Бірақ Россияға олардың өкпесі таудай. Түсінесің бе? Тіпті мына, мысалы мен өзім екі жазушыны былай терезесі тең жазушы деп есептеймін орыста. Толстой мен Достоевскийді. Екі терезесі тең. Бірақ Толстойды жақсы көреді. Толстойды жақсы көретін Толстой әдебиетке, моральға таза. Нұрлы дейсіз ғой. Иә, нұрлы. Ол адамға тек қана жақсылық ойлайды. Олардың Кавказ, Қырым туралы жазған шығармаларын оқысаң, соның ішінде тіпті бір кішкентай халық жөнінде, тіпті шешендер туралы әңгімесі бар. Побеги дейтін. Сонда бір халық кішкентай халыққа тиетін сөз жоқ. Мен қастандықпен оқыдым соны шынында, жаман ойлап оқыдым. Осында бірдеңе табайыншы деп. Бұндай адамның бір жаман ойламауы мүмкін. Ал Достоевский не дейді? Достоевский ол кішкене шешінен түгіл, ана өзінің славяны украиндар туралы айтады, украин тіл айтады. Кому нужен этот, никому не нужен украинский язык. Достаточно одного великого русского языка дейді. А мен оны қалай жақсы көремін? Ізіңізден еріп келе жатқан жас ақын жазушылар бар. Жалпы жас ұрпақ бар. Осыларға сіздің бұлай көзқарасыңыз қалай? Келесі ұрпақ әдебиетке қалай қарайтын болады? Бұл жерде мәселе ұрпақта емес ау деймін. Мен осыны бөліп алайын. Өйткені ұрпақ халықтың бір, қазақ о бастан өлең жырды жақсы көреді, көркем сөзді жақсы көреді, ол талант тумай емес туады. Бірақ қоғамның көзқарасы өзгерді. Біздің кезімізде, біздер келгенде мен 53 жыл оқуға түстім. Сол жылдары көркем әдебиет баспасында жылына 1-2 кітап шығады. Оның да тең жартысынан көп аударма болады. Сондықтан келген адаммен шарт жасап сөйтіп шығаратын. Содан кейін 50-ші жылдардың аяғында бум дейді мына орысша айтқанда. Әдебиетке деген ықылас қатты өзгерді. Жазушылардың да саны күрт өзгерді. Көрдің бе? Өйткені үкіметтің көзқарасы әдебиетке жақсарды. Қазір сен тек өзіңнің қамыңды абай айтқан өзің ойлайсың. Өзің жазасың, өзің жазғаныңа бұрын бізге ақша төлесе, қаламақы. Енді сен өз кітабыңды өз ақшаға шығарасың. Біз осындай замандамыз қазір. Мысалы біздің атағымыз болғаннан кейін, абыройымыз болғаннан кейін, мына мемлекеттік тапсырыс дейді. Сол арқылы анда-санда бір кітабымызды шығарады. Сосын сол шыққан кітапты бірден кітапханаға жібереді. Көрдің бе? Ал енді сенің әлпештеп арқаңнан бір газет журналдарға өлеңдері шығуы мүмкін жастардың. Ал адам күн көру керек қой. Кез келген нәрсе капитализмнің кезінде ол табыстың көзі болу керек. Сонымен сіз жастарға сенесіз бе? Жоқ, таланттар бар. Бірақ олардың да қазір ең жақсылары 50-ге келді.
Олардан кейін келатқандардың әдебиетті, әсіресе поэзияның болашағы бар деу қиын. Поэзияны Европа бұтқалы қашан? Яғни күдігіңіз басым, иә? Күдігім басын. Мұтқалы қашан? Шығармайды. Бірен саран ақындары болады, олар өздері үшін, өзінің қызық үшін жазады, өзінің ақшасына шығарады. Өйткені оның өзінің несі көңілін жұбату керек. Ол бір біздің ұлттық мінезімізге нұқсан келтірмей ме? Келтіреді. Келтіргенде қандай келтіреді? Бізде батырларыңның өзі, жалпы, соны жырлаған ақындарыңның өзі екі салада, екеуі де еліне, жұртына, ұлтына қызмет еткендер. Махамбет дейсіз ғой. Иә, солай деймін. Сондай нәрселер. Ал енді қазір бұлардың несі жоқ. Бұлардың арқасынан қағатын кісі жоқ. Яғни газет, журналдар ана бір нәрселерге керек болғанда өлеңдерін, ертеңгілерін беріп тұрады. Біздің поэзия дүниежүзілік поэзияның деңгейіне өскен поэзия. Біздің проза дүниежүзілік прозаның деңгейіне өскен проза. Бірақ бұның қамқоршысы жоқ, мысалы айтайын. Өйткені бұл біздің қоғамға керек емес екеуі. Егер өзің жылап бармасаң, сенен сұрап, сен не жазып жатсың, біз соны жоспарлайық дейтін ештеңе жоқ. Бұл нені жүйені біз өткен совет үкіметімен бірге құртып алдық. Ал Қадыр аға, сіз жаңа айттыңыз көп кітап шығардым деп. Бірақ өзіңіздің бір басты кітабыңызды жаздыңыз ба? Мен оған басқа біреуді ауызбен жауап берейін. Баяғыда кімнен Нобель сыйлығын алғанда Тагорда сұрақ қойған. Ең жақсы кітабыңыз қай кітап деп. Сыйлық алып тұр. Сонда Нобель сыйлығын алып тұрғанда айтқан. Менің ең жақсы кітабым болашақта жазатын кітабым. Жазылмаған кітап. Жазылмаған кітап. Өйткені жазылған кітаптың былай қарағанда жақсы, мынау жақсырағы, мынау жаманырағы деп мен айта алмаймын. Өйткені мен бәрін де ақшана ықыласыммен жаздым. Рахмет Қадыр аға. Әңгімеңізге осындай бір ашылып берген сұхбатыңызға көп рахмет. Рахмет, сен риза болсаң болды. Мен айту барымша адал жауап беруге тырыстым. Рахмет аға. Қадірлі көрермен, сіздер бүгін шынның жүзінде Қазақстанның халық жазушысы ақын Қадыр Мырзалимен болған сұхбат тыңдадыңыздар. Бұл сұхбатымыздың жазбаша нұсқасын Айқын газетінің алдағы сандарынан оқи аласыздар. Келесі кездескенше.